Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз теплородтан осындай ашылып жабылатын ролл штори жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды қолдап қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: осындай теплород, қайшы, кез келген жіп, скотч және осындай су құбырлары қажет болады. Теплородымызды тереземіздің көлемімен өлшеп қиып алатын боламыз. Және де осындай суға арналған құбырларды да осы теплородтың өлшемімен бірдей етіп қиып алатын боламыз. Және скотчпен осы құбырға теплородымыздың астыңғы бөлігін жақсылап жабыстырып алатын боламыз. Осылай барлығын жақсылап бірдей етіп жабыстырып шығатын боламыз. Міне өстіп барлығын жабыстырып алатын боламыз. Міне осылай жабыстырып алдым. Енді орайтын боламыз. Міне осылай оңай оралады. Және теріс бетін міне осылай рулон бұл оралу керек. Енді теріс қаратып, сіздерде двойной скотч болса, ұзыннан жүргізіп тастасаңыздар болады. Менде болмағандықтан осындай скотчты двойной скотч ретінде пайдаландым, бір-біріне айқастырып. Теплородымыздың сыртқы бөлігіне, терезені жақтауларына жабыстыру үшін осылай барлығын жабыстырып алдым. Енді қақ ортасына бағанағы жібімізді осылай қойып, скотчпен жақсылап жабыстырып алатын боламыз. Бұл бізге рулон шторымызды байлап қою үшін қажет болады. Енді жабыстыратын боламыз. Бұл видеода жабыстырған жерім көрінбей қалыпты. Сіздер терезелеріңіздің жақтауларыңызға немесе терезенің ең шеткі бұрышынан бастап жабыстырып шықсаңыздар болады. Міне осылай оңай жабылады және керек кезінде оңай ашып алсаңыздар болады.